Балалар, өткен сабақта сіздермен бірге мына чашки Петриға біз йогурттан алып екпе жасағамыз, бактерияларды. Енді көріп тұрғандай сіздерге көріне ма? Бізде бактериялардың колониясы пайда болды. Енді бүгінгі сабақта сіздермен біз дезинфекция, асептика деген тақырыптарды өттік, антисептика деген. Енді сол үшін біз мына бактерияларға қайсы құрал, средства, тиімді әсер ететін білу үшін сіздерге біз алып келдік. Мына жерде доместос бар. Сонан кейін антисептик, күнделікті сіздер қолдарыңызды тазалап жүрген. Сонан кейін спирт бар. Енді осы үш құралдың қайсысы мына бактерияларға тиімді әсер етеді екенін көруіміз керек. Балалар, бактерияларға тиімді әсер еткенін біз қайдан білуімізге болады? Қайдан білеміз? Бактерияның бөлігі. Яғни, жаңа біздің мына құрал бактерияны жойып жіберу керек. Сонда біз қайсы средстваның тиімді әсер ететіндігін көре аламыз. Мынаны чашки Петриді ашпас бұрын біз асептикалық шара жасаймыз. Асептика дегеніміз не еді? Балалар? Ішіне басқа бактериялар кірмес үшін, біз мына отта жалынның үстінде ұстаймыз. Сонан кейін мына біздің фильтрларды, не жерде фильтр қағазы осыны әртүрлі нелерге салып, залалсыздандырғыш құралдарға салып, мына бактерияға қоямыз. Мынада доместосты қойдым. Антисептикті қойдым. Енді спиртті қоям. Бұны қайтадан аузын жауып, не жерге жазамыз, бірінші, екінші, үшінші деп. Мына әрбір құралдың. Сонан кейін келесі сабақта біз бұны нәтижесін көретін боламыз. Түсінікті балалар? Қазір енді мына чашки Петриға антибиотиктерді сынап көруімізге болады.